Сәлем достар, бүгінгі жұма күніміз мүбәрәк болсын. Алладан тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі жасайтын салатымыз үйдегі бар көкөністерден жасалатын өте қарапайым, бірақ ерекше тойымды салат. Ол үшін бізге қызылша, картоп, сәбіз, қызыл сәбіз және де піскен жұмыртқа керек болады. Ең алдымен бешбармақтан қалған етті жақсылап, 4 бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Енді түбі жайпақтау ыдысқа тураған етті салып, үстіне майонез себеміз. Енді қызыл сәбізімізді суға піскен, оны да 4 бұрышты етіп ыдысқа саламыз турап-турап. Үстінен 1 қасық, 2 қасықтай майонезді салып, жағып, оның үстіне туралған етті саламыз. Оның үстінен піскен картопымызды турап саламыз. Етті ыдысқа салып, басып қоюымыз керек. Оның үстінен тағы да 2 қасық майонезді жағамыз. Енді піскен картошканы да 4 бұрышты етіп турап, ұсақтап турап, жаңағы ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте суға піскен қызылшаны ұсақтап 4 бұрышты етіп турап алғаннан соң, оны жаңағы ыдысқа салып, үстінен қасықпен басып, майонезден жағамыз. Жұмыртқадан соң майдалап ұсақталған грек жаңғағынан салып, енді оны ыдысымызға, тарелкеге аударып аламыз. Міне салат дайын болды. Ас болсын. Менің видеом ұнаса, лайк басамыз.